Сіз сұрадыңыз, біз жауап береміз. Алаяқ.неттің білесіздер, ресми сайт бар, сол сайтқа түрлі сауалдар келіп жатады. Мен алдандым, болмаса осы компания тексеріп беріңізші деген секілді. Осының барлығын рет-ретімен жауап беруді жөн көріп отырмыз. Видео жауап ретінде түсіреміз. Алаяқ.нет сайтына кіріп, сіздер сұрақтарыңызды жіберсеңіздер болады. Бүгін бізге келіп түскен сұрақ мынадай. Интернет-магазинге алдандым, тауар заказ беріп едім, ол тауарым келген жоқ уәделген уақытында. Одан не керек? Жаңа көрсетілген ақша аударған ИП-ға хабарлассам, ол жердегі адам мен білмеймін, мен шотымды арендаға бердім деп жазған екен. Енді ары қарай әрекетім қалай болады дейді. Ары қарай әрекетіңіз сіздікі заңды болады, яғни екі ортада делдал шот дейміз, яғни алаяқтарға өзінің компаниясын, болмаса ИП-сін, магазинін шотын арендаға берген дроппер, болмаса делдал шот иесі бұл жерде азаматтық кодекстің 953 бабына сәйкес негізсіз байлықты қайтару міндеті бойынша жауап беруі тиіс. Сіздің әрекетіңіз қандай болады? Сіз сол чекті тіркеп, бізде сот кабинеті деген бар, сот кабинетіне сол тұрғылықты жерін анықтап, жауапкердің, яғни ИП иесінің жауапкердің тұрғылықты жерін анықтап, сол жердің азаматтық сотына жүгінесіз. Ол жерге жаңағы чегіңізді және алғашында алаяқтармен болған перепискаңызды тіркейсіз. Яғни бұл жерде алаяқтар, яғни сізді алдады ғой, осында телефон әкеліп береміз, басқа да тауар жеткізіп береміз деп солармен болған переписканы мәміле ретінде көрсете отыра, яғни шот иесінің жауапкершілігін 953 бап бойынша қайтаруға сотқа жүгіне аласыз. Яғни бұл жерде 953 бап дегеніміз не? Негізсіз байлық дегеніміз не? Яғни негізсіз байлық дегеніміз сіздің сатушы мен сатып алушы дейміз ғой, екінің ортасындағы шот иесі, сатып алушымен ертеде келісімшарт ешқандай жоқ, бар болғаны ол да бір алаяқтарға өзінің шотын пайдалануға берді. Оның үстінен 10%, 20%, 30% пайда көріп қалды да, ал түбінде адамдар тауарларын ала алмай қалды. Яғни мәміле болмаған ИП, жаңасы ақша аударған Каспий магазинінің иесі, екінші сіз ортада мәміле жоқ болғаннан кейін осы 953 баптың негізіне келеді. Сондықтан да осы бап бойынша жүгінетін болсаңыздар, сіздер сотта жеңіп ақшаларыңызды қайтара аласыздар. Сондықтан да осы жерден туындайтын екі мәселе, егер интернеттен жалпы тауар тапсырыс беретін болсаңыздар, қызмет алатын болсаңыздар, магазин атын, яғни сізге тауар сатып тұрған, қызмет сатып тұрған магазиннің атын және де ақша аударып жатқан Каспий магазиннің атын сәйкес болуын қадағалаңыздар. Егер сәйкес болмай жатса, сұраңыздар, неге бұл шотқа аударуым керек? Неге мысалға Бәленшееваға ақшасын мен ИП Бәленшеева деген Түгеншееваға аударуым керек деген сияқты сұрақ туындау керек. Бірінші вопрос бұл сіздерге қатысты. Ал екінші сауал ол, яғни біздегі ИП арендасын беретін, шотын үшінші тұлғаға беретін азаматтарға арналады. Ешқашан, егер өзіңіз көзіңіз жетпейтін болса, сізбен бейтаныс адам болатын болса, сіз ешқашан шотыңызды арендаға бермеңіз. Алаяқтар қазіргі таңда түрлі мысалмен, түрлі сылтаумен сіздердің ИП-ларыңызды, шоттарыңызды арендаға алады да, ортада осындай жауапкершілікке тығып кетеді. Әрине, бұл азаматтық болса өте жеңіл құтыласыз, ал қылмыстық жағдай болатын болса, бас бостан айырылуына дейін баруы мүмкін. Сондықтан да ешқашан шоттарыңызды біреуге, бейтаныс адамға, үшінші тұлғаға, кепілге, арендаға бермеңіздер деп ескерткіміз келеді. Алаяқ.нет жобасының бұл видео жауап айдары, тағы да қандай сұрақтарыңыз бар, бізге жазыңыздар.